Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Құрметті жамағат, құрметті Instagram достар, Instagramдағы бауырлар, әпке қарындастар. Аллах Тағала алған білімдерімізді пайдалы білімдерден болуды нәсіп етсін. Біздер фиқх сабағын өткенімізге 2 ай уақыт болып қалды. Біздер дәрет бабынан бастағанбыз. Дәрет бабын бастап, біздер өткен сабағымызда дәрет бабын толық оқып шықтық, аяқтадық. Дәреттен бастап ғұсылы бар, таза су, нәжесатқа байланысты, лас нәрселерге соған байланысты нелерін бәрін өтіп тастадық. Дәретке қатысты мәселелерін бәрін өтіп тастадық. Енді Алла нәсіп етсе, бүгін намаз бабын бастаймыз. Намаз кітабын. Китабы соля дейді, намаз бабы. Өйткені әрине намаз оқу үшін бірінші орында тазалық керек. Тазалық бабын өттік. Екінші, бүкіл киімімізді, денемізді бүкіл ластықтан тазалағаннан кейін енді иншалла намазымызды бастаймыз. Намаз бабын бастаймыз. Енді намаз бұл ең үлкен ғибадаттардың бірі. Әрбір мұ'мин мұсылманның мойнына кәмелетке толған, ақыл есі дұрыс адамның мойнындағы міндетті парызы. Өйткені намазды Аллах Тағаланың өзі бұйырған. Намаз қай уақытта парыз болды? Ми'раж күнінде, Ми'ражға көтерілген уақытында. Өткен жұмада уағыз айттық, намаз жерде парыз болған жоқ. Ең үлкен нығметтердің бірі, ең үлкен кереметтердің бірі, ең үлкен пайғамбарымызға болған артықшылықтардың бірі Ми'раж уақиғасында. Ми'раж аспанында не қылды? Намаз, Аллах Тағала намазы біздерге парыз етті. Аллах Тағала Құран кәрімде намаз оқыңдар, зекетті беріңдер, және руку қылушылармен бірге руку қылыңдар деп Бақара сүресінің 43-ші аятында айтады. Енді намаз ол исламның 5 шарттарынан бірі. 5 шарттарынан. Исламның негізгі тірегі болған 5 шарт бар. Біріншісі калиманы айту. Калима шахадат. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Мухаммадан абдуху ва расулух болмаса. Яғни мен Алланың жалғыздығына, Алланың бірлігіне, оның серігі жоқтығына куәлік еттім. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алланың соңғы елшісі, соңғы пайғамбар екендігіне куәлік еттім деген сөзді айту. Екіншісі намаз. Үшіншісі ораза, зекет, одан кейін қажылық. Міне 5 шарт. Бұл исламдағы ең үлкен ғибадаттары. Ең үлкен ғибадат. Бірақ исламда ғибадат, сауаптамал өте көп. Бірақ біздердің мойнымызда орындау керек болған негізгі ғибадаттар міне осылар. Өйткені біз Аллаға иман келтіргеннен кейін, ақырет күніне иман келтіргеннен кейін, тағдырға иман келтіргеннен кейін, пайғамбарларға, кітаптарға, Алла тарапынан түскен періштелерге, өлгеннен кейін қайта тірілуге иман келтіргеннен кейін біздерге не парыз болады? Намаз парыз болады. Ертең қиямет күнінде де ең бірінші намаздан сұралады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сендердің үйлердің алдында өзен ақ тұрса, соған күніге 5 рет шомылсаңыздар, жуынсаңыздар, үстеріңізде кір қала ма деп сахабаларына сондай сұрайды. Сол кездерінде сахабалар жоқ я Расулалла, ешқандай кір қалмайды дейді. Сонда намаз да сол сияқты дейді. Намаз да сіздерді осы дүниеде істеген барша күнәлардан жуып шаяды. Барша күнәлардың кешірілуіне себеп болады. Намазды төгіс, толық адай етіңдер, оны ешқашан қаза қылмаңдар деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазға өте қатты берік болған. Намазды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көзінің қарашығындай сақтаған. Біз көзіміздің қарашығына ештеңе түсірмеуге әрекет жасаймыз ғой. Сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам
намазды уақытында және ықыласпенен ұқыпты оқыған. Өйткені Мүъминун сүресінде айтады ғой, «Қад афлахал муъминун» деп келеді ғой, яғни шынайы мүъминдер, құтылушылар, шынайы намаз оқығандар, намазын ықыласпен оқығандар деп келеді ғой, ықыласпен оқығандар да құтылушылар деп. Егер біз шынайы намазды ықыласпенен шынайы түрде оқитын болсақ, Аллах Тағала біздерді осы дүниемізде де, ақыретімізде дәрежемізді көтеріп қояды. Намаз оқу арқылы біз Алладан жәрдем сұрайтын болсақ, Аллах Тағала біздерге жәрдем етіп қояды. Намазын оқу арқылы мойнымызда көптеген қарыздар болатын болса, Алладан сұрайтын болсақ, Аллах Тағала жеңілдетіп қояды. Басымызға қандай да бір проблема, басымызға қандай да бір сынақтар келіп тұр, намаз оқып, екі рәкат намаз оқып Алладан жәрдем сұрайтын болсақ, Аллах Тағала оны міндетті түрде қабыл етеді. Жалпы намаз, бұл айтқанда, мұсылманның құтылу жолы осы дүниеде, ақыретте де. Кез келген проблема, ақыретте тозақ отынан құтылудың жолы. Ал осы дүниеде кез келген ауыртпашылық, кез келген сынақтан құтылудың жолы. Өйткені көп деген адамдарға қарайтын болсақ, қазір намаз оқымайтын адамдар менен намаз оқитын адамдарды салыстыратын болсақ, намаз оқитын адамдарға қарағанда, намаз оқымайтын адамдар басына қиыншылық түссе, өзін әртүрлі жағдайларға алып жатады. Біреулер өз-өзіне қол жұмсайды, біреулер жаңағыдай инфаркт болып қалады, қандай болмаса біреулер инсульт болып қалады, болмаса біреулер ішіп, қуып, bomы жауып кетеді. Көбісі сондай. Өйткені олар басына келген сынақты Алладан екенін білмейді. Өйткені олар намаз оқымағаннан кейін, намаздан Алладан жәрдем тілемегеннен кейін басына келген сынақты Алладан екенін ұмытып қояды. Болмаса біреуді кінәлайды, немесе өзін кінәлайды. Бұл Алланың тағдыры екенін. Ал намаз оқитын адам Аллаға иман келтіргеннен кейін бүкіл жақсылықты бойынан кетіреді, және қандай да сынақ келетін болса, мұрнына шыбын қонған сияқты әсер етпейді. Өйткені бұл Аллах Тағаладан екенін біледі. Сосын ол қиыншылықты сол арқылы жеңіп, қайтадан жаңа өмір бастай алады намаз оқыған адам. Өмірде көріністер оны. Намаз оққанда адамға ол психологиялық, бұл айтқанда рухани демалыс намаз. Біздердің рухани меғражымыз, рухани тазалану намаз. Көрдіңіз бе, сол үшін де намаз оқу арқылы Алладан жәрдем сұрайтын болсақ, намаз оқу арқылы жәннатты сұрайтын болса, Аллах Тағала біздерге жәннатты, міндетті түрде Аллах Тағала өзінің уәдесіндей біздерге жәннатты нәсіп етеді. Сол үшін де намаз деген үлкен қол. Намазды оқымауға ешқандай сылтау жоқ. Оразада болуы мүмкін, денсаулық жарамай қалса, ауырып қалса, врачтардың жаңағы дәрігерлердің кеңесіменен осындай ораза ұстасаң сенің осындай ауыр жүргеніңе зиян келеді дейтін болса, ол кезде ораза ұстамай тұрамыз. Оның орнына жаңағы өмірінің соңына дейін ораза ұстауға болмайды десе, фидия беру арқылы оразамыз жабамыз. Ал уақытша болатын болса, уақытша ұстамай тұрамыз да, кейін денсаулығымыз жақсарғаннан кейін қазасын ұстаймыз. Зекет те сондай. Зекет те Аллах Тағала біздерге парыз еткенмен, бәрімізге зекет беру міндет емес. Өйткені зекет байларға, байлығының 41% береді. Сол процентін ғана береді. Аллах Тағала байлықты Аллах Тағала беріп отыр. Сол байлығынан мұқтаждарға, жағдайы төмен отбасыларға, қарызға батып кеткендерге, дін жолында қызмет етіп отырғандарға, мұсафирлерге, соларға не қылады? Зекетін береді. Ол байларға тиісті мәселе. Қарапайым адамдарға міндет емес. Қажылықта сондай. Кімнің жағдайы бар, өмірінде бір рет қана қажылыққа барса жеткілікті, өмірінде бір рет. Кімнің жағдайы болса, соларға міндет, мойнынан парыз түседі. Ал біз сияқты, сіз сияқты қарапайым орташа өмір сүретін адамдарға болар қажылыққа бару міндет емес. Бірақ намазда сылтау жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам намазды тұрып оқыңдар. Егер тұрып оқуға жарамасаңдар, отырып оқыңдар. Отырып оқуға жарамасаңдар, жатып оқыңдар дейді. Көрдіңіз бе? Жатып, намазды қандай жағдай болса да қаза қылмауымыз керек. Қаза қылуға ешқандай сылтау жоқ. Бірінші, бүкіл дүниелік істерден бірінші орында тұратын ол намаз. Қандай тірлік бастайтын болса, бірінші намазымызды қаза қылмай, намазды оқып алып, кейін істеуіміз керек. Осы назарды мекеме басшылары да осыны есепке алу керек та. Кейбір мұғалімдер сұрап жатады, кейбір мемлекет қызметкерлері менен сұрап жатады. Намаз оқи алмай жатырмын. Біздерде ешқандай мүмкіндік жоқ, біздерде ешқандай оқытпайды деп. Намаздың оқуына ешбір адам кедергі болмау керек. Өйткені намаз оқуына кедергі болып отырған біздің қазақтар бұл айтқанда.
мектепке барса, мектепте намаз оқытпайды, оқыма намазыңды дейді. Намаз оқу көп уақыт алмайды, обедтің уақыты былай айтқанда, асырдың уақыты, көп болса шамның уақыты. Әрбірінің былай 5 минут өткенде де 10 минут өткенде темекі шегеді ғой көшеге шығып, намаз оқымайтындар. Болмаса телефоннан сөйлесіп отырады, өзінің уақыттарын арнап отырады. Бірақ намазға келгенде сараң болып қалады да. Көрдіңіз бе? Сол жалпы айтқанда мекеме басшыларына, мектеп директорлеріне, мұғалімдер намаз оқитын десе, оларға кедергі жасамау керек. Керісінше солардың намаз оқуына жағдай жасаса, қайта керісінше сол басшыларға Аллах Тағала сауаптарынан жазады. Сол дәрет мәселесі, намаз мәселесі біздерге көп қойылатын сұрақтардың бірі. Мұғалімдер қояды, басқа да мекемелер қояды, олардың бәрі, балабақша, сол кез келген мекеме біздің басшыларын кім? Мұсылман ба десе, мұсылман дейді. Мұсылман болса не үшін намаз оқытпайды деймін айтам ғой. Мұсылман ғой өзі, Аллаға иман келтірген. Қане егер намаз оқуына жағдай жасаса осы мекеменің басшылары, үлкен сауапқа кенеледі. Өзі оқымайды деймін, өзі оқымайды, біреуді оқытпайды. Негізінде оқыту керек намазы, үлкен сауап ол, қайырлы амалдардың бірі ол. Соның үшін де енді осы сабақты пайдаланып айтып қалып отырмын. Мен бұл сабағымыз видео жан-жаққа таралатын болғаннан кейін ескерту есебінде мен айтып отырмын. Енді ләж болса намаз оқытуға жағдай жасау керек. Көп уақыт алмайды ол. Обедке шайдың уақытында намаз оқи салады, бір-біріне жай намазын алып оқиды. Сосын кейбіреулер намаз оқытса да сылтау іздейтіндер бар. Менің уақытым жоқ, менің уақытым ешқандай мүмкіндік жоқ деген сияқты. Намаз оқиын деп ниет еткен адамға уақыт табуға болады. Өйткені мен кезінде станокта жұмыс істедім. Басшыларымыз, бригадаларымыз неміс. Білесіз, немісі мұсылман емес қой көбісі. Олар мұсылман, таза мұсылмандар да бар. Бірақ именно менің бригадым старший дейді ғой, жоғары аға бригад дей ма? Сол бұл неміс. Бұлай қаратын болсақ, намаз оқу менің айналамдағы бәрі орыстар көбісі. Қазақтар да бар бірақ намаз уақыты келгенде, обедтің уақытында, обедке шыққан кезде намаз оқып алдым. Асыр уақыты келгенде, сол жерде грузчик не жігіттер бар. Соған өтініш еттім, намаз оқып алайыншы деп. Сіз қарай тұрыңызшы деп, бір 5-10 минут дәретпен ары кетсе 20 минут уақыт кетеді. Ол 20 минутта ана жігіт бәрін істей алады. Қандай стройкада да жұмыс істеп көрдік, ода да мүмкіндік бар. Парыздарын ғана оқып алдық мәселен. Сүннет, өйткені оларға уақыт жоқ, дұға етіп отыруға уақыт жоқ. Қайта Аллах Тағаланың бұйырған парызын оқып алатын едік. Осындай асық жағдайда. Кейбіреулер сол басшыларға жауап қоятындар да бар да. Жоқ, негізі адамның өзінде бірінші ниет болу керек. Сол намаз оқиын деген ниет болса, Аллах Тағала оған жеңілдік жолды ашып беріп қояды. Менің жанымда ол стройкада жұмыс істеп жүргенде, менің жанымда жігіттер ешқайсы намаз оқымайды. Ешбір намаз оқымайды, бірақ мен мүмкіндігі барынша қазір келем, қазір әжетханаға барып келейін деп тұрамын да, сөйтіп жылдам дәрет аламын да парызын оқи салып, дәретханаға барып келген адам сияқты не қыламыз. Намазымды оқи аламын, білдірмей, намаз оқи келген адам сияқты жүрмеймін. Олар не кешінде осындай жағдай болып қалды деп айтасың болды. Өйткені намаз оқыдым десең, олар айлық алатын кезінде талас болады. Оны намаз оқыту уақытын өткізді, бүйтті, сөйтті деп. Осы намазға келгенде көп сараң болып қалады ғой шынымен де. Көрме, адамның өзінде әрекет болса, намаз оқимын деген әрекет болса оқи алады. Әскерге барғандар да сондай. Керек болса жатып оқысын, тұрып оқи алмаса. Жатып оқысын намазын. Керек болса таямын алып оқысын, дәрет алуға намаз оқу мүмкіндігі болмаса. Оқысын, отырған жерінде оқып алсын намазын. Еш сылтау жоқ намазға. Қалай мүмкіндік бар, солай оқу керек. Егер басты қимылдатуға кедергі болатын болса, ишарамен де оқуға болады. Мен руку еттім, сәжде еттім деп сүрелерін іштей оқса да болады. Көрдіңіз бе? Намаз оқымау үшін сылтау болмайды. Біздің шариғатымыз қандай жағдай болса да намаз оқу керек. Кезінде 41-45 жылда одан алдыңғы дүниежүзілік соғыстарда ата-бабаларымыз намазын тастамаған. Қандай жағдай болса да намазын тастамаған. Қазір ондай жағдай емес қой, былай айтқанда рұқсат бермейді деген жерінің өзінде амалдап намаз оқуға болады. Бірақ рұқсат берсе, басшыларға сауап та үлкен сауап болады. Енді негізгі тақырыбымызға өтейік. Намаздың хикметі несі жайлы айтып кеткен дұрыс қой. Китабу сола, намаз кітабы, намаз бабы. Намаз дегеніміз сола деп келеді. Тілдік мағынасы дұға дегенді білдіреді. Тілдік мағынасы дұға дегенді білдіреді. Ал шариғидағы терминологиялық дейді, қолданыстағы мағынасы тәкбірмен басталып, сәлеммен аяқталатын арнайы әрекеттерден тұратын амал. Түсіндіңіздер ғой, тәкбірмен басталады, тәкбір Аллаху акбар деп қолды алады. Сол қолды алып, тәкбірмен басталып, сәлеммен аяқталады. Намазын соңында сәлеммен аяқтаймыз. Сондай бір әрекеттерден тұрады. Рукуы бар, сәждесі бар,
қиямы бар, аттахияты бар, отырысы бар, соның бәрі әрекет. Соларменен аяқталатын, солардан тұратын амал. Енді біздер бірінші тақырыбымызды намаздың уақыттары жайлы өтеміз. Намаздың парызы, бірден бір парызы намаздың уақыты көру керек. Намаз уақыты кіргенде оқылады. Уақытынан бұрын намазды оқуға болмайды. Уақытынан кешіктіріп намазды да оқуға болмайды. Кейбір кісілер бар, намазды оқи салайын, кейін еркін отырам деп, уақыты кірмейді оқып алған кісілерді көреміз. Болмаса 5 уақытта оқи салған адамдарды көреміз. Бұл болмай, намазды уақытында оқу керек. Намаз кіргенде оқу керек. Кейбіреу азанда сағат, жұмыста сағат 7-те таң намаз кіретін болса, 6:30-да парызын оқи салып оқып алатындар бар. Жоқ, намазды негізінде уақыты кіргеннен кейін оқылады. Уақыт парыз. Уақытынан бұрын оқылған намаз дұрыс емес, қайтадан оқу керек уақыт кіргенде. Уақытынан кейін оқылған намаз қаза болып есептелінеді. Сол үшін де Алла Тағала Құран кәрімде инна салата канат алал муъминина китабан мауқута. Яғни шындығында намаз Алла Тағала белгілі бір уақыттарға парыз етіп қойды дейді. Уақытымен оқуды парыз етті дейді. Сол намазды арнайы уақыттар қойып қойды. أول وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس. Енді таң намазын уақытынан бастап, бірінші оқылатын намаз таң намаз. Таң намазын уақыты екінші таң атқан кезінде болады. Екінші таң ол қандай болады? Күн шығыста көлденеңнен жайылған таңды айтады. Көлденеңнен атады таң. Сол таңды айтады. Сол уақыттан бастап көлденеңнен жайылған ақ деп отыр ғой, бияз деген көлденеңнен жайылған ақ. Сол уақыттан бастап таң намазының уақыты кіреді. Және ахир уақытиха, таң намазының соңғы уақыты күн шыққанға дейін. Күн шығып кетті, таң намазының уақыты бітеді. Күн көтеріле бастады, болды. Ұясынан күн шыға бастады ма, таң намазының уақыты шықты деген сөз. Енді таң екіге бөліне деген. Субғал садық, субғал кәзіп деп айтады. Жалған таң, шынайы таң. Сол үшін жерде не үшін екінші таң атқанда деп айтып отыр. Бірінші таң жаңағы қасқырдың құйрығындай деп айтады. Ұзыннан болады екен бірінші таң. Ұзыннан ақ деген ақ пайда болады дейді, күн шығыстан бастап ұзыннан ақ пайда болады. Сол бірінші таң. Ол кездерінде көп адам таң намазының уақыты кірді деп ойлап қалады. Бұл жалған таң деп айтады бұны. Ол кезде таң намазының уақыты кірмейді. Бұл таң намазының уақыты емес. Сол үшін де жаңа екінші таң деген бар, субғал садиқ дейді, шынайы таң. Шынайы таң көлденеңнен шыға бастайды, ақ. Көлденеңнен жайлап, бұлай қараңғыны жарық қаптай бастайды. Сол көлденеңнен шыққан таң шынайы таң болып есептелінеді. Міне, таң намазының уақыты осы уақыттан күн шыққанға дейін не қылады? Жалғасады. أول وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. Енді бесіннің уақытын айтып отыр. Бесіннің уақыты күн ауғаннан бастап оқылады. Яғни күн тастөбеден сәл батысқа қарай ауғаннан басталады. Енді оның соңғы уақыты, бесіннің соңғы уақыты Абу Ханифаның көзқарасы бойынша, Абу Ханифаның өзінің пікірі бойынша әрбір нәрсенің көлеңкесі өзінен 2 есе болғанға дейін. 2 есеге дейін. Мысалына телефонды көлеңке деп алатын болсақ, осы көлеңке өзінің көлеңкесі есептелмейді. Содан біреу, екеу. Сол уақытқа дейін. Үшеу деп айтылмайды, екеу деп айтылады, 2 есе. Өзінің көлеңкесі, міне, 2 есе. Міне, осы уақытқа дейін. Өзінің көлеңкесі есептелмейді. Содан бөлек 2 көлеңке болу керек. Телефонның көлемінде, мысалы, адам бір нәрсені қояды, соған уақытқа дейін 2 көлеңке болып есептелінеді. Енді Абу Юсуф айтады, «Иза сара зиллу кулли шайин мислай». Абу Юсуф бір көлеңкені айтады. Өзінен көлеңкесінен 1 есе болғанға дейін. Соған дейін. 1 есе болып қойды ма, уже асыр намаз уақыты кіріп кетеді дейді. Абу Ханифа 2 есе. Енді біздерде көбінше Абу Ханифаның пікірін ұстанады.
біздің муфтият. Өйткені сәжде кезетінің өзі сол уақытқа келеді, екі есе көлеңкеге келеді. Енді бұл әр жерде фәтуасына байланысты. Әр елдің мекенінің өзінің муфтияты бар, өзінің ғұламалары бар, өзінің фәтуа берушілері бар. Біреулер Абу Ханифаны рахимахуллахтан ұстаса, біреулер Абу Юсуф, Мұхаммадтың рахимахуллахтылардың көзқарасын ұстанатындар бар. Бірақ екеуінікі де дұрыс. أول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس. Енді асыр намазының уақытын айтып отыр. Асыр намазының уақыты жаңағы бесін намазын шығуменен оның соңғы уақыты екі қаулейн деп айтады. Абу Ханифа менен Абу Юсуф және Мұхаммадтың көзқарасы сол уақыт бесін намазын шығатын уақытын айтты ғой. Содан бастап кіреді деп айтты. Екеуінің де сөзін алып отыр да бұл жерде. Сол екеуінің уақытын айтқан көзқарасыны бойынша асыр намазының уақыты кіреді және оның соңғы уақыты асыр намазының соңғы уақыты күн батқанға дейін. Күн батқанға дейін оқылады. Көлеңкеміз екі есе болғаннан кейін, екі есе болды ма, өзімізден бір нәрсенің көлеңкесі өзі сол кездеріне асыр уақыты кіреді. Содан бастап күн батқанға дейін асыр намазын оқуға болады. Кімде-кім күн батып барата жатырып, асыр намазының тәкбіріне, яғни алғашқы рәкәтіне құлағын қағып ниет етіп үлгеріп қалды ма, асыр намазына үлгерген болып есептелінеді. Мысалы, кейде жұмыс жағдайларменен, кейде бір ұмытып, кейде бір тығыз мүмкіндік болмаған кездерінде асыр намазы күн батып кетеді ұясына, бірақ сәл 3-4 минуттен кейін күн батып кетеді. Бұл сол кездерінде біз уақытты кешіп қалдық демеуіміз керек. Бұл сол күннің асыр намазын оқуға болады сол кезде. Ниет етіп қалсақ болды, Аллаху акбар деп ниет етіп қалып, бірінші рәкатын оқып жатыр, күн батып кетті ме, о асыр намазының уақыты өтіп кетті ғой деп намаз тастай салмаймыз, жалғастыра береміз. Біз асыр намазға үлгерген болып есептенеміз. Өйткені күн батқанға дейін деп айтылып тұр бұл жерде. Күн батқанға дейін. Жоқ, үлгереміз. Күн батып, азғантай бір 3-4 минутта күн батып кететіндей уақыт болған кезінде де ниет етіп қалсаңыз болды ғой, ниет етіп құлақ қағып қиямды бірінші рәкатына ниет етіп қалсаңыз, үлгерсеңіз асыр намазына үлгерген болады. Қалған 3 рәкатте күн батып кетті, онда асыр намазына үлгерген болып есептелінеді. Ауалул уақтил мағриби иза ғарабати шамс ва ахир уақтиха وما لم يغب الشفق وهو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف محمد وهو الحمرادي. Енді бұл жерде шам намазының уақытын айтып отыр. Шам намазының уақыты күн батқан уақытынан басталады. Оның шам намазының соңғы уақыты шафақ ғайып болғанға дейін. Бұл жерде шафақты түсіндіріп жатыр. Шафақ дегеніміз Абу Ханифаның көзқарасы бойынша қызыл сәуле кеткеннен кейін дейді, болатын ақ деп айтады. Яғни шафақ дегеніміз, білесіздер, күн батқан кезінде қызыл сәуле болып тұрады, қып-қызыл болып тұрады, сол жерсе қып-қызыл болып тұрады. Сол Абу Ханифа сол қызыл кетіп, қызыл жоқ болып кетеді, содан ақ болып тұрады. Білесіздер, мына жақта қараңғы жайлап келеді, аппақ болып тұрады сол жақ, күн батқан жер. Сол уақыт, сол ақ жоқ болғанға дейін шам намазын оқуға болады деп айтады. Сол ақ жоқ болғанға дейін. Міне соны шафақта Абу Ханифа сол ақты айтады, қызылды айтпайды, ақты айтып отыр. Енді жаңағы кім, Абу Юсуф пен Мұхаммад, ол жаңағы қызылды айтып отыр. Қызыл кетті ме, болды. Шам намазының уақыты өтіп кетті деген сөз. Ары қарай құптан намазы кіріп кетеді. Түсініңіздер ғой, Абу Ханифа ана қызыл сәуле кеткеннен кейін ақ сәуле пайда болады. Сол ақ сәуле кеткенге дейін шам намазға үлгерген болып есептенеді. Ал Абу Юсуф, оның шәкірттері Абу Юсуф пен Мұхаммад рахимахуллахтардың көзқарасы бойынша ана қызыл шафақ кетті,
уже не қылған болады, таң намазына шам намазының уақыты шығып кетеді. Оған ақ шаң намазының уақыты болып есептелінбейді. Енді бұл фатуаны әр мемлекет өзінің муфтиятының, өзінің ғұламаларына қарай ала береді. Бірақ іләжі барынша Абу Юсуфтың көзқарасы бойынша ұстанған дұрыс. Өйткені ары қарай жұлдыздар пайда болып бастайды. Жұлдыздар пайда болған кезінде намаздарды оқу ол кезде макрух болып есептелінеді. Уже қараңғы түсіңкіріп кетсе макрух тахрими деп айтады, харамға жақын макрух деп айтады. Сол үшін іләз болса шам намазды жаңағы кіре сала оққанымыз дұрыс болады. Әуәлул уақтул иша иза ғаба шафақ ва ахиру уақтиха ма лам ятлу'ил фаджр. Құптан намазының уақытын айтып отыр. Құптан намазының уақыты шафақ кеткен уақытта, жаңағы сәулені айтып отыр. Сол кеткеннен кейін басталады. Оның соңғы уақыты таң намаз кіргенге дейін. Таң намаз кіргенге дейін құптанды оқуға болады. Әуәлул уақтул уитр, енді үтір намаз білесе, үтір намазы бар, уитр намазы деп айтады. Уитр намазының уақыты ба'дал иша ва ахиру уақтиха ма лам ятлу'ил фаджр. Құптан намазынан кейін оқылу керек және таң намазының уақытына дейін оқуға болады. Жалпы бұл жерде намаздың уақыттарын айтып өттік, енді намаздың мұстахаб уақыттары. Намазды қандай кезінде оқуға мұстахаб болады? ويستحب الأسفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمها في الشتاء وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيل المغرب. Енді таң намазының уақытын кешіктіріп оқу. Кешіктіріп дегенде күн шыққан не айтып отыр? Бұл жерде истихабул асфар, таң атқаннан бастап, адамдар бір-бірін жүзін көретін көреді. Таңда, мысалы, таң атқан кезінде қап-қараңғы болып тұрады, білесіздер. Жұлдыздар әлі тұрады, қараңғы болып тұрады. Сол кезде емес, жарық түскен кезінде оққан мұстахаб, жақсырақ. Өйткені сол кездерінде адамдардың көп жиналуына мүмкіндік болады. Адамдар ұйқысын ашып, дәретін алып, көп жиналуына, жамағат көп болуына үлкен мүмкіндік болады. Қанша жамағат көп болған сайын, дұғада қабыл болады, сауапта көп болады. Соның үшін таң намазын дала жарық болған кезінде оққан дұрыс. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, таң намазын жарықта оқыңдар, өйткені мұның сауабы өте көп дейді. Көрдің бе, сауабы көп дегеннен мақсат жамағат көп жиналады. Көпшілік болып оққаннан кейін, әрине оның сауабы не болады? Жоғары болады. Таң намазының мұстахаб уақыты сол уақыт екен. Бірақ негізінде асықсыз адам болатын болса, таң намазы кіре сала оқса, ешқандай оқасы жоқ. Уақытында оқылған бұл намаз болып есептелінеді. Ал жаңа жарық түскеннен кейін оқу сауапты амал болып есептелінеді. Енді бесін намазын жазда кешіктіріп оққан жақсы. Жаздың күндері ыстық болатын болса, ауа райы ыстық кездерінде сол ыстығы басылғаннан кейін кешіктіріп оққан дұрыс болады. Ал қыста уақытында оққан дұрыс. Қыстың күндері таң намазын уақытында оқу керек. Оқу мұстахаб болады. Аср намазын күн жаңағы не қылғанша сәулесі сәл басырып, мысалы аср уақыты кірді ма, сәл жарты сағат, болмаса 1 сағаттай көлемінде кештіріп оққан дұрыс. Айтып отыр ғой, күнге қараған кезінде күннің нұры кетіп, ұясына жақындап қалған кезінде оқуды айтып отырған жоқ бұл жерде. Оған да кештіріп оқу болмайды. Сәл нұры сәл басылады ғой, асырда да ыстық болып тұрады жаңа күндер. Сәл басылады ғой, соғанға дейін оққан дұрыс. Ол қысы жазды сондай. Қысы жазы, иә. Сәл кештіріп оққан дұрыс. Иә. Күнге былай қарайлайтындай болған кезден де оққан дұрыс. Енді шам намазын әрине уақытында оқу керек.
қысы жазы шам намазын ешқандай кешіктіруге болмайды, уақытында оқу мұстахаб амал болып есептелінеді. Енді құптан намазын оқуды түннің 1/3-іне дейін, түннің 1/3-іне уақытында оққан дұрыс дейді. Соған дейін оқуған мұстахабырақ. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам егер үмбетіме қиын болмағанда құптан намазын түннің 1/3-іне дейін кешіктіруді бұйырар едім дейді. Түннің 1/3-іне дейін кешіктіру керек екен құптан намазын. Сол уақыттарында мұстахаб амал болып есептелінеді. Бірақ көбінше ғалымдар айтады, бұл қыстың күндеріне тиесілі дейді. Қыстың күндеріне тиесілі. Өйткені қыстың күні түннің уақыты ұзақ болады ғой. Сол кезінде құптан намазын сәл кешіктіріп оққан мұстахаб, кешіктіріп оққан дұрыс. Өйткені түнді 3-ке бөлген, 3 бөлікке бөлген. 3/1, 3/2, түннің соңғы уақыты. Сол құптан намазы түннің 1/3-іне дейін кешіктіріп оққан мұстахаб. ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى الآخر الليل فإن لم يثق بالانتباه أو ترى قبل النوم. Енді витр намазының мұстахаб уақыты нәпіл намаздарды, түнгі намаздарды оқуды әдетке айналдырған адамдар үшін таңның соңғы уақытына дейін кешіктіріп оқу мұстахаб екен. Түнгі нәпіл намаздар, түнгі тахажжуд намаздарды үнемі оқып жүретін адамдар үшін, немесе өзінің ұйқыдан тұруына, түнде мен тұра аламын ғой деп өзіне сенімді болған адамдар үшін витр намазын сәл кешіктіріп таң намазының соңғы уақытына дейін, құптан намазының соңғы уақытына дейін, таң намазының уақыты кіргенге дейін, түннің соңғы уақытына дейін кешіктіріп оққан не қылады? Мұстахаб амал екен, кешіктіріп оққан дұрыс екен. Ал егер өзіне сенбейтін болса, мен ұйықтап қаламын дейтіндей болатын болса, ол кездерінде құптаннан кейін тезде оқып тастаған дұрыс. Қаза оқуын. Өйткені өтір уәжіп, ат айтып тұр, уәжіп ол міндет, оқу керек оны. Уәжіп амалды орындау міндет. Кімдегім орындамаса күнәһар болады, әдейі тастаса. Бірақ уәжіпті жоққа шығаратын болса, ол не болмайды, діннен шықпайды. Діннен шығуы, ихтимал діннен шығып қалу мүмкін деп айтады. Сол үшін де уәжіп парыздан кейінгі амалды, уәжіпті әрбір адам оқу керек. Уәжіптің қазасы өтеледі, бірақ сүннеттің қазасы өтелмейді. Сол үшін де өтер уәжіпті өзіне тұруына сенімді адамдар үшін кешіктіріп оққан дұрыс. Егер өзіне ұйқыдан тұруына сенбейтін адамдар үшін, ұйқысы қатты адамдар үшін уақытылы оққан дұрыс құптаннан кейін. Міне бүгінгі тақырыбымыз осымен аяқталады. Намаздың уақыттары және мұстахаб намаздың мұстахаб уақыттарын дәрісіміз аяқталып отыр. Уахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Сұрақтар бар ма? Түсіндіре алдым ғой, парыз әрбір мұъмин мұсылман адам орындау міндет. Міндетті амал. Кімдеген парыз амалдарын өтесе сауап болады, өтемесе әдейі тәрік ететін болса, намаз оқымаймын дейтін болса, бірақ намазын парыз екен білет, парызды мойындайды, бірақ әдейі тәрік ететін болса, немесе жалқаулық себепті тәрік ететін болса, ондай болатын болса, ол күнәһар болады, діннен шықпайды. Егер парызды мойындамаса, діннен шығады. Діннен шығады, парызды мойындама, намаз жоқ дейтін болса, уже болды. Намаз адамдар ойлап тапқан дейтін болса, діннен шығады. Ал уәжіп парыздан кейінгі амал. Ал кімдегім уәжіпті орындап, соған амал жасайтын болса, сауап алады, орындамаса да күнәһар болады. Егер мойындамаса, жоқ дейтін болса, өтір уәжіп керек жоқ, ол өтірік дейтін болса, діннен шықпайды. Бірақ күнәсі ауыр болады. Иә, шығып қалу мүмкін. Діннен шығып қалуы қауіпті да, өте қауіпті де уәжіпті мойындамау. Ол парызды, ол ешқашандай парызды мойындамасы бірден діннен шығып кетеді. Басқа?
Иә. Негізі сол уақытта оқу мұстахаб. Сол кезде оқу мұстахаб екен. Адамдар бір-бірін көрінгенге дейін. Дұрыс, Сошында мешіттерде күтетін сол ғой, 40 минут күтетін ше. Ассалаумағалейкум ұстаз, мен құптан намазын бір ұйықтап оянғанда оқимын. Себебі демалып алғасын Құран аударам, сондықтан кеш оқимын. Құптан намазды түннің 3 бөлігі деп айттық қой. Соның бірінші бөлігіне дейін құптан намазын кешіктіріп оқу негізі мұстахаб амал. Бірақ ұйықтап қалатындай болса, таң намазын уақытына кіргенге дейін, түннің соңғы уақытына дейін оқса да болады. Құптан намазын уақытында оққан болып есептелінеді. Уақыты таң намазына дейін. Таң намаз кіріп қоймаса болды, таң намаз кіргенге дейін. Болады. Сұрақ бар ма екен Инстаграмда? Таспихты қалай жапқан деген қалай? Сұрақ сәл түсініксіз болып тұр. Қалай тартқан деген шығар енді. Сахабалар, сахабалар таспихты таспимен тартқан, немесе қолымен, саусақтарымен тартқан ғой енді ол. Құрман дәнектермен. Құрман дәнектермен деп дегенде сөздер бар. Субханалла деп 33 рет, альхамдулилля 33 рет, Аллаху акбарды 33 рет айтып, осылай сахабалар, пайғамбарымыз солай үйреткен сахабаларына. Әрбірін 33 реттен айтқан. Ассалаумағалейкум, жасым 37-ге, намазға келгеніне 2 жыл болды. Балиғат жасынан бастап 35 жасқа дейінгі оқымаған жылдарында өтейін ба, ол қарыз ба, мойнында не істеу керек? Қарызын айтып отыр ғой, балиғат жасына дейін намаз оқымаған ғой, енді 37 жаста болса 35 жасында бастаған болып тұр ғой намазды. Енді өзін ыңғайына қарау керек ол кісі. Өзін ыңғайына қарап, уақыттарын өзі ыңғайлап қойып, оқса жақсы болады, оқса сауапты болады. Өйткені мойнынан қарыз түседі. Өйткені намаз оқу ол парыз етілгенде ол. Оқса сауап болады. Өзі белгілі, тек қана парыздарын өтейді, өтірбайшты оқиды, сүннеттерін оқымайды. Бір күнде оқып тастаса болады, қалайтын болса, бір айда, болмаса әр намаз сайын оқып отырса болады, жаңағы қаза намаздарын. Егер машақат тудыратын болса, Алладан истиғфар етіп дұға ету керек, бірақ оққан дұрыс қой. Сол ғой, 5 мен асар. Сол ғой, бағана айттым ғой жаңағыдай, егер мектепте мұғалімдер болатын болса, басқа жұмысшылар болатын болса, намазға кедергі болатындай болса, уақытын алып кететіндей болса, тек қана парызын оқса жеткілікті. Таспихында тарту шарт емес, тек қана парызын оқиды, Алланың бұйырғанын. Болды, қалғандарын оқымайды. Егер мүмкін, қаматты айтпаса да болады, азанды айтпаса да болады. Жылдан барып, жылдам парызын оқып алса болады. Ең бастысы парызды оқу керек қой. Егер мүмкіндік болатын болса, сүннет оққан дұрыс қой. Егер мүмкіндік болмаса, парызын өзің оқи салады. Күн батып бара жатқанда намаз оқуға болмайды деп айтатын еді ғой. Ол уақыттарын өтеміз, Құдай қаласа, бірақ сонда да айтып кетейін. Күн таң намаздан кейін ешқандай нәпіл намаз, қаза намазы оқылмайды. Күн батып бара тұрып, асыр намаздан кейін де нәпіл намаздар оқылмайды. Күн батып бара тұрыптан ешқандай намаз оқуға болмайды. Тек қана сол күннің асырын оқуға болады. Күн батып бара тұрған кезінде сол күннің асыр уақыты кешіп қалды. Асыр намазын бір себеппен кешіп қалдық. Күн батып бара тұрған кезінде сол уақытта асырға ниет етіп, тәкбір алып, құлақ қағып, бірінші ракатында үлгерсек, асыр намазын оқуға болады, жалғастырып кете береміз. Бірақ басқа намаздар оқуға болмайды. Сен қазадан көріш, уақытында оқуға есептелмейді.
бірақ негізі уақытын айтпаған, жарық не қылғаннан кейін ғой. Таң намаздан кейін ба? Таң намаздан кейін найза бойы көтерілгенге дейін. Сағатпен білмеймін енді, күн шыққаннан кейін найза бойы көтерілді ма, сол кездеріне баса нәпіл намаз да, қаза намаз да бәрін оқи бересің. Найза бойы көтерілгеннен кейін. Айт намаздарды оқи бересің. Сапарнама оқылады. 15 күн. Жоқ, 15 күн болса толық оқисың. Толық оқисың 15 күн болса. Парыздарын оқса болады, егер мүмкіндік болса сүннеттен оқу керек. Сүннет муаккада ғой, бекітілген сүннет барынша оқу керек, сапарда болса да. Оқасы жоқ. Тағы бар ма сұрақтар? Болды ма? Мынандай сұрақ болып отыр қазір ше. Мен 14 күн бойы сапар намазын оқып, 15-ші күн толық оқимын ба деп сұрақ қойып отыр. Жоқ. Ниетке байланысты, үйден шыққанға ниетке байланысты. Кімде-кім 14 күнді ниет етіп шығатын болса, немесе бір айды ниет етіп шығатын болса, сол барған кезінде намазды толық оқиды. Бірақ 14 күнде баруды ниет етті, бірақ кейбір себептерге байланысты жұмыс болмай қалды, қайтып кететін, 2 күннен кейін қайтып кететін жағдайы болып хабар келді. Сояққа барғаннан кейін уже 2 күннен кейін қайтасын деді. Сонда да біз намазды не қыламыз? Толық оқимыз. Үйден шыққан ниетке байланысты. Егер біздер ол жаққа бір аптаға бару ниет еттік, болмаса 3-4 күнге бару ниет еттік үйден. Бірақ сояққа барғаннан кейін 2 күн болдық та 1 жыл қалып кететін жағдай болып қалды. 1 жылға дейін де біздер намазды қысқартып оқи береміз. Үйден шыққан ниетке байланысты. Көрдіңіз бе? Үйден шыққан ниетке байланысты. Бірақ білмейміз де ол қанша уақыт қалып, әлі созылып қалып қоямыз, әлі қайтпаймыз дейтіндей жағдай болатын болса, ол кездерінде үйден шыққан ниетке байланысты. Сол бойынша намазды қысқартып оқи береміз. Намазды қалай бастасам болады дейді. Енді намазды әркім әртүрлі айтады ғой, бірақ бірінші ниет керек. Бірінші намаздың бағана хикметтерін айттық қой. Бұл Аллах Тағаланың бұйырған амалдарынан бірі. Бұл намаз ең үлкен ғибадат, сауапты амалдардың бірі. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде бұйырған әрбір мүмин мұсылманға 5 уақыт намазды парыз еткен. Бұл Аллах Тағаланың бұйырған. Аллах Тағала біздерге көптеген нығмет берді. Аллах Тағала біз сұрасақ та беріп жатыр, сұрамасақ та беріп жатыр. Бірақ Аллах Тағаланың сондай бір берген нығметтерін көріп, осындай бір Аллах Тағаланың кереметтерін көріп, намаз оқымау үлкен күнәһар болып есептелінеді, күнәһар болады. Бұл айтқанда бір адам саған жақсылық қылатын болса, бір адам саған бір 100 000 теңге, миллион деп айтпай қояйын, бір 100 000 теңге хадия қылып берсе, сол адамның өмірін ұмытпайсың ғой. Өлгенге дейін ұмытпайсың. Көрген кезде сол адамның алдында қарыздар сияқты болып, амандасып, айтқанын болжытпай орындайсың. Көрдің, Аллах Тағала біздерге одан да көп нығметтер оқыған. Мысалы, бір көз жанарымызды алайықшы, біз көз жанарымызды. Мысалы, сен айтты, саған $1 миллиард менен сен көз жанарыңды қайтарамын, екі көзің көрмейді. Сол сен қаяқтан болса тауып бересің. Қазір Инстаграмда сборка жасайсың, анау жасайсың, мынау жасайсың, қаяқтан болса тауып бересің. Бірақ Аллах Тағала біздерге бұл нәрсенің бәрін сұрамай беріп қойды. Сол Аллах Тағала сұрамай беріп қойған үлкен бір нығметтерге 5 уақыт намазды бөлу, бұл айтқанда Аллах Тағаланың берген нығметтеріне шүкірсіз да ол. Шүкірсіздік болады. Бұл айтқанда Аллах Тағаланың бұйрығын орындамаған болып есептелінеді. Менсінбеген болып есептелінеді. Өйткені әке шеше бір адамға бір жұмыс тапсырып кетті. Мысалы, баласына хат жазып кетті. Мен 1 жылдан кейін, болмаса 1 айдан кейін келем. Сен үйдегі ананы мыняқа қой, ана жұмысты былай істе, мына жұмысты былай істе деп қағаз қылып жазып тасып кетті баласына. Сөйтіп 1 айдан кейін әкесі келді үйінен. Келді, балам не істедің деді. Мен жазып берген қағазымды оқыдың ба? Иә, оқыдым. Келсе, мен ештеңе істеген жоқпын әке. Сол қағазды алдым да оқып қоя салдым. Десе, әке не қылады? Ой, молодец, дұрыс болыпты дей ме? Ашуланады ғой әке деген. Нағып орындамайсың, ұрады, айқайлайды, ұрсады. Әйтеуір бар сөзін айтады. Разы болмайды әке, жын ұстайды. 1 айдан кейін келді, түк ештеңе істеген жоқ, әкенің айтқанын орындаған жоқ та. Міне сол сияқты ғой намазда. Намазда сол сияқты. Аллах Тағала біздерге Құран түсірді, пайғамбарымызды жіберді. Міне намаз оқыңдар, былай оқыңдар, тәртібін көрсетіп берді. Сонда ертең Аллах Тағалаға барғанда, намаз оқу саған парыз етті ме? Парыз еттім. Кітап түсірдің ба? Кітап түсірдім. Не істедің? Кітапты аштым, оқыдым, намаздың парыз екенін білдім, оқымай қойдым дейтін болса, жағдайың қандай болады? Бұл Аллах Тағаланың алдындағы есеп та бұл.
көрдің бе, намазда сол сияқты, намаз оқу үшін ниет ету керек. Егер қиын болатын болса, қағаздарға жаз қою керек. Үлкен қазір бәрі дамыған, үлкен баннерге шығарама, болмаса үлкен қағаздарға шығарама, атрейларға, бәрін оқылу тәртібін соған қарап оқса да болады, үйренгенше соған қарап оқса да болады. Ешқандай намаз оқымауға ешқандай сылтау жоқ. Қандай жағдай болса да намаз тастамау керек. Бірінші орында намаз, одан кейін басқа тірліктер алға басады. Күн суық кезде сапарда жүрген кезде таямым алып жүруге бола ма? Жоқ. Су болып тұрса да. Жоқ, болмайды. Өйткені мүмкіндік қарастыру керек. Өйткені ол судың жоқ болу шарты жаңағы километр қашықтығына байланысты. Таямымда өттік қой біздер. Егер денеге су тигізбейтіндей жағдай үзір айтқан болса, егер ыстық судың ешқандай табылу мүмкіндігі жоқ, жылы судың ешқандай табылу мүмкіндігі, тек қана мұздай су, ол мұздай судың өзі денеге зиян келетін болса, сол себепті ауырып қалатындай болса, ол кездерінде таямым соғуға болады. Енді әркім өз жағдайына байланысты. Ал бұлай уақыт, күн қыс екен, суық екен деп тұрып, таямым алып оқуға болмайды бұл. Дәрет алу керек. Су бар жерде дәрет алу керек. Каттифал бар, барлық нәрсе бар ғой. Жұма намазының сүннеті бар емес, олар қалай оқу? Сүннет намаздарының 4 рәкатында да зәмсүре оқылады. Тек парыз намазының алғашқыларында 2 рәкатында зәмсүре оқылмайды. Болды ғой дейме? Алла разы болсын. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи rabbil alamin. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan shifaa min kulli da. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Bi rahmatika. Amin.